Сәлем барлықтарыңызға, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен IELTS экзаменіне қалай 10 күнде дайындалғаным туралы айтатын боламын. Ендеше дайын болсаңыздар, алып кеттік. IELTS деген не? Яғни IELTS деген ол халықаралық ағылшын тілі деңгейіңізді анықтайтын тестілеу жүйесі. Ол жерде 4 секциядан тұрады. Біріншісі listening, екіншісі reading, үшіншісі writing и төртіншісі speaking. Яғни әрбір секцияда өзінің тапсырмалары болады, сол тапсырмаларды орындау керек. Және соған байланысты өзінің балын қояды. Ең жоғарғы бал ол 9-дан 0, ал 7-ден 0-ден бастап негізінен C1 дейді, яғни уже advanced деңгейінде адам сөйлей алады, оқи алады, жаза алады деген бағалау жүйесі бар. Және ол 2 форматта өтеді. Біріншісі, яғни paper-based, парақ негізінде болады. Ол офлайн барып, сіздің алдыңызға парақтарды алып келеді. Listening, reading, writing уақыттарында сіз кәдімгі парақтарға жазатын боласыз. Ал екінші форматы ол computer-based. Computer-based, яғни сіз ешқандай да парақ берілмейді сізге, бірақ офлайн барасыз, сізге берілген жерге, яғни IELTS-ті British Council'да тапсырсаңыз да болады, IDP-мен тапсырсаңыз да болады. Өзіңіз білесіз, әрине менің жағдайымда ол British Council-мен тапсырған болатынмын. Және барып computer-based кезінде сізге арнайы өзіңізге арналған компьютер беріледі. Сол жақта listening, reading, writing секшндарын барлығын сол жақта орындайсыз. Енді әрбір секцияға тоқталып өтейік. Бірінші секция ол listening, яғни оған 40 минут беріледі. Ол жақта 40 тапсырма, яғни 40 сұрақтың 40-ына жауап берген адамға 9-дан 0 қойылады деген секілді. Listening өзі 4 секциядан тұрады. Бірінші секшн ол бір адамның ресепшнда екінші адамнан услуга алуы, яғни мысалы кітапты сатып алуы, немесе концертке билет алу кезінде, төртіншісі өзіңіздің орныңызды алып қою кезінде, бесіншісі әртүрлі сондай, яғни диалог түріндегі услугаларды бір-бірімен адамдардың қарым-қатынасы арқылы екі адамның conversation, яғни диалогы болады. Көбіне ол жерде spellingге қатты мән беру керек. Ол дегеніміз, мысалы сізге айтуы мүмкін, менің номерім мынандай деген сияқты 02 345 деген секілді сондай бір номерді айту мүмкін. Сол кезде ол ағылшынша айтады, яғни 0 2 3 4 5 деген секілді солай. Сол кезде тез тура сол сандарды жазып үйренуіңіз керек. Екінші нәрсе ол есімін айтуы мүмкін. Например, менің есімім Стивен Джонс деген секілді. Бірақ Стивен менде STEVEN деп солай айтуы мүмкін да. Сол сияқты, сол үшін мұқият осы жерде spelling, яғни әрбір буындарды, соларды қалай айтатынын және сандарды да бөлек-бөлек айтқан кезде қалай болатынын тезірек жаттыққан дұрыс. Бірінші секшн ең оңай секциялардың бірі. Сондықтан да осы жерден барынша максимальный балл алуға тырысу керек. Екінші секшн ол бір адамның монологы болады, бір нәрсені түсіндіріп жатады, сол туралы ақпараттар болады. Ал үшінші секцияда оқу немесе тренинг бойынша 4 немесе одан да көп адамдар сол нәрсеге қатысып жатқан және сол адамдардың диалогтарын бізге ұсынады. Яғни бұл жерде сіз тез кім не айтып жатқанын переключация етіп үлгеру керек. Және сол жақтағы сұрақтардың жауаптарынан нақты жауаптарды таба алу керек. Төртінші секцияда ол жерде бір адамның монологы болады. Ол академиялық сабақтар бойынша, яғни бір лекцияны түсіндіру, сондай бір форматта өтеді. Үшінші және төртінші секция ең қиын секциялардың бірі болып саналады. Негізінен көбіне ағылшын тілінің осы listening секциясын жақсарту үшін BBC 6 Minute English деген бар. Яғни BBC-дің 6 минуттық подкасттары. Сол подкасттарды тыңдасаңыздар өте жақсы көмектеседі. Мен көбінде оны мектеп кезінде жасайтынмын. Яғни автобусқа барған кезде, көшеде кетіп бара жатқан кезде BBC 6 Minute English дегеннің подкастын қосып қоямын да жүре беретінмін. Және жолда тыңдауға ең ыңғайлы подкасттардың бірі. Және тура IELTS-та қалай сөйлейді, тура солай BBC 6 Minute English-та да сөйлейді. Сондықтан да дайындалуға ең жақсы формат ол BBC 6 Minute English. Одан
Одан кейін бізде A2 IELTS деген яғни YouTube каналы бар. Оны мен сізге ссылка салып кетемін. Сол жерде A2 IELTS-тың бүкіл сабақтарын тыңдап өтсеңіздер болады. Қандай типстар бар, яғни қандай лайфхактар бар деген секілді олар барлығын айтып өтеді. Және сонымен қатар әсіресе IELTS экзамені дайындайтын каналдар болса, сол YouTube каналдарды да қарап отырсаңыздар болады. Ол да сіздің listening дәрежеңізді жоғарлатады. Одан кейінгі ең маңызды нәрсе ол practice. Яғни Cambridge IELTS тест деген бар. Кітаптары әртүрлі 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16 ең соңғы шыққандары солар. Ең соңғы шыққан Cambridge тест IELTS-тарымен өзіңізді жаттықтырыңыздар. Көбірек олар деген тегін болады. Интернеттен ашып көрсеңіздер, негізінен тегін форматтағы да кітаптары бар. Сол жақта көріп, яғни практис жасап көрсеңіздер сіздерге жақсы. Тағы да бір ресурс ол IELTS онлайн тест деген сайт. Ол жерде сіздер тек қана listening емес, сонымен қатар readingді да жасауға мүмкіндік бар. Ол жерде 4 секция бойынша уақыт беріледі. Сол таймер бойынша сіз өзіңіз тапсырасыз. Яғни егер де сіз IELTS-тың paper-based түріндегі экзаменді тапсырам десеңіз, онда қазірден бастап парақ түріндегі экзаменге дайындалыңыздар. Яғни әрбір секцияны шығарып алып, солай дайындалыңыздар. Ал егер де сіздер компьютер-based түрінде тапсыратын болсаңыздар, онда сіздерге міндетті түрде компьютермен тапсырып үйрену керек. Себебі ол жерде уақыт берілмейді. Сіздердің, яғни парақшаларыңыз болады, негізінен жазылу түрінде өтетін болсаңыздар, paper-based. Ол кезде сізге кәдімгі парақ беріледі. Ол параққа аудару үшін сізге 10 минут беріледі listeningда. Ал егер де computer-based болатын болса, онда сізге ешқандай да уақыт берілмейді. Яғни ол жерде бірден жауаптарын жазып, тез-тез ары қарай көшуіңіз керек болады. Сондықтан да ерекшеліктерге мән беру керек. Сонымен қатар практис жасаған кезде Cambridge тест болсын, онлайн IELTS тест болсын, ол жерде ең бастысы сол қателіктеріңізбен жұмыс. Себебі әр практистан кейін қателіктермен жұмыс жасасаңыздар, сол кезде ғана эффективтілік болады. Ал жай ғана практис жасай берсеңіздер, онда ешқандай да бір эффект болмайды. Сондықтан да міндетті түрде, мысалы, map түріндегі IELTS listening сізге келді делік, сол кезде сіз предлогтары, мысалы, үстінде, астында, алдында, артында деген тұрған заттардың барлығын, яғни карта жүзінде болғандықтан, ол сол бағыттарды айтады, немесе солтүстік, оңтүстік деген сияқты. Оның барлығын сіз біліп, бірден соны практиковаться етуіңіз керек. Тәжірибе жүзінде соны күнде қолдана берсеңіз, онда сізге уже бағыттар бойынша оңай болады, қай бағытты айтып жатқанын. Сондықтан да неге дұрыс болмады бұл бөлімде, неге мен қате жібердім, қандай жерде қате жібердім, және ол қателікті ендігіде болдырмауға болады ма деген секілді, соның барлығын өзіңіз жұмыс жасауыңыз керек. Екіншісі ол reading, яғни оған 1 сағат беріледі, оқылым. Оқылымның өзінің 3 бөлімі бар, 3 бөлімнен тұрады, және оның 14 түрлі сұрақтары бар. Бірінші бөлім негізінен ең оңай бөлімдердің бірі деп аталады. 2-3-те уже өте қиындау тексттер беріледі. Сондықтан сіздерге кеңес ол әрбір түрдегі сұрақтарға қарап, сол бойынша практика жүргізу. Мысалы, 14 түрлі деп айттым ба, ол жақта true, false, not given деген бар. Яғни дұрыс, бұрыс немесе берілмеген деген секілді. Yes, no, not given бар. Одан кейін бізде multiple choice, яғни бірнеше сұрақтардың ішінде бір жауапты таңдау. Сонымен қатар completion of sentence, сөйлемді аяқтау деген секілді. Одан кейін matching paragraphs, ол бар, яғни әрбір параграфты не туралы айтылғанымен екеуін байланыстыру керек. Table completion, short answer question, яғни қысқа түрдегі сұрақтарға жауап, тағы да басқа өте көп түрлері бар. Сол бойынша әр қайсынан жұмыс істеңіздер. Reading section'ды ең маңызды 2 түрлі әдіс бар, ол skimming және scanning. Skimming деген тез-тез, яғни параграф немесе әрбір абзац немесе толықтай текст не туралы екен тез бірсыпыра қарап шығып, толықтай мына текст не туралы деген жалпы сізде ой қалыптасу үшін skimming жасайсыз. Одан кейінгі екінші нәрсе ол scanning. Яғни scanning ол белгілі бір сізде сұрақ болса, сол сұраққа кілтті сөздерді іздеу арқылы табу, кілтті сөздермен және детальдарға мән беру. Бұл да ең маңызды әдістердің бірі. Кейін reading section'ды дамыту үшін негізінен vocabulary'ді көбейту керек, яғни көбірек сөздік қорыңыз болу керек.
көбірек сөздік қорыңыз болса, сіз тез парафрейзинг дейді, яғни бір сөзді басқаша түрде, синоним түрінде басқаша берілуі мүмкін текстің ішінде. Бірақ сұрағыңызда мүлдем басқаша сұрақ тұруы мүмкін. Екеуі бір-біріне синонимдер, бірақ сөздер әртүрлі болып тұрады. Сол кезде бірден қандай сөз екенін түсіну үшін сізге сөздік қорыңыз керек. Одан кейін газет, журналдарды оқу. Ғылыми немесе табиғат сондай туралы газеттер, журналдар бар, соларды қарау керек. Себебі сол жердегі ақпараттардың тексттер берілуі мүмкін. Әрине, көбірек практистер жасау өте маңызды. Себебі Cambridge IELTS тест арқылы жасасаңыз болады, тура listening сияқты. Оның да кітабы бар. Яғни сол кітаптың ішінде reading да бар. Одан кейін IELTS онлайн тест, яғни IELTS онлайн тестте тоже reading passage'тар бар. Әрбір айға, жылға бөліп қойған, сол бойынша өзіңіз практис жасасаңыздар болады. Ол жерде 1 сағат беріледі, бүкіл 3 параграфтардың барлығын аяқтау керек. Одан кейін маған көмектескен ең күшті сайттардың бірі ол A2 IELTS болған еді. Сол жерде әртүрлі лайфхактармен, әртүрлі өзінің пробный версиясы бар. Яғни пробный версиясында сіз кішкене болсын әртүрлі сұрақтар түріне, 14 түрлі сұрақтың бір 10 түріне, 9 түріне доступ ала аласыз, және сол жерде кішігірім өзіңіз практис жасай аласыз. Олар бірінші түсіндіреді қандай, яғни қалай жүргізу керек, не істеу керек деген секілді ары қарай тапсырма беріледі. Осылайша өзіңізді дамыта аласыз readingіңізді. Бірақ мен үшін ең қатты қиын ол осы IELTS reading. Яғни reading маған білмеймін не үшін екенін, әйтеуір қиындау болып келеді. Үшіншісі ол writing. Writing ол бізде жазу бөлімі, ол маған ең қатты ұнайтын бөлімдердің бірі. Ол жерде 2 бөлімнен тұрады. Ол writing task 1, writing task 2. Яғни writing task 1 дегеніміз көбінде академиялық сізге бір pie chart, bar chart немесе бір график беріледі. Сол графикті сіз түсіндіруіңіз керек. Просто сипаттауыңыз керек. Ол жерде сіз ешқандай ойыңызды немесе басқа бір қосымша ақпаратты айтпайсыз. Ол жерде тек сол графиктарда проценттер немесе статистика беріледі. Сол статистиканы сіздерге сипаттау керек. Әдемі ағылшын тілінің журналистер жазатын сияқты сондай бір түрде жазуыңыз керек. Writing task 2. Writing task 2-да бізде сіз өзіңіздің ойыңызды айтасыз, бір проблема болатын болса оның шешімін айтасыз. Егер де жақсы жағын және жаман жағын айтыңыз дейтін болса, advantage немесе disadvantage, яғни оның барлығын описывать етуіңіз керек. Және бұл жерде ең ескеретін жайт әртүрлі эсселердің түрі. Яғни бұл жерде сізде advantage, disadvantage, solving problems немесе басқа үлгідегі сұрақтар келеді. Сол сұрақтың жазылу үлгісі бөлек болады, әрқайсыныңкі бөлек. Сондықтан да осы жерде шатысып кетпеу керек. Writing task 1, writing task 2 бойынша практика жасаңыздар. Linking words-ті қалай қолдану керек, қосымша бір-бірін сөйлемдерді біріктіретін сөздерді қалай қолдану керек, қай жерде нені қолдану керек, одан кейін қайсы academic words, қайсы жай ғана speaking уақытында қолдану керек деген секілді соның барлығын анықтап алу керек. Writing task'та сіз мысалы сөйлеу барысында қолданатын сөздерді қолдана алмайсыз. Егер қолданатын болсаңыз, онда сіздің балыңыз сәйкесінше төмендейді. Сондықтан да осы жерде мұқият болу керек. Және ең қатты маған IELTS бойынша, осы writing task бойынша көмектескен каналдардың бірі Fast Track IELTS деген. Яғни Асия деген ханым, біздің қазақ апай, ол Ұлыбританияда тұрады. Сол жерде өзінің IELTS курсын жүргізеді. Яғни IELTS курсында именно writing task'ында өте көп ақпараттар бар. Маған өте қатты ұнады. Екінші канал IELTS Advantage. IELTS Advantage'да сіздерге қалай writing task 1-ды, қалай writing task 2-ді жазу керек. Әрбір секциясына, яғни кіріспе бөлімінде қалай жазу керек, body paragraph, негізгі бөлімде қалай жазу керек, және қорытынды бөлімін қалай жазу керек, соның барлығын түсіндіретін болады. Ең жақсы информативті ресурстардың бірі осы 2 канал болды. Одан кейінгісі, яғни speaking. Speaking да маған өте қатты ұнайды. Негізінен IELTS reading мен listeningнен қарағанда маған writing мен speaking ұнайды. Неліктен екенін білмеймін. Көп адамдарға керісінше, бірақ маған керісінше writing мен speaking ұнайды. Speaking да, яғни сөйлеу өзінің speaking 3 парттан тұрады, яғни бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім кезінде сізге жеке сұрақтар қояды. Атыңыз кім, қай жерде жұмыс жасайсыз, немесе қай жерде оқисыз, өзіңіздің тұратын жеріңіз туралы айтып
кетсеңіз, тұратын жеріңіз қандай, немесе отбасыңыз туралы айтып кетсеңіз, немесе қандай мамандықта оқисыз деген секілді сондай бір жеке сұрақтарды қоятын болады. Ол жерде диалог түрінде жүргізіледі. Екінші бөлімде сізге қағаз беріледі. Егер де офлайн барып тапсырып және офлайн адам тұрса, яғни экзаменатор болса, онда сізге парақ беріледі. Парақтың ішінде бірнеше сұрақтар болады. Ол жерде сіз монолог түрінде өзіңіз сөйлейсіз, яғни сол параққа сізге 2 минутта беріледі дайындалуға. Сол парақ бойынша сіз дайындаласыз. Мысалы, сұрақ: жақын арада оқыған кітабыңыз. Қандай кітап оқыдыңыз, қандай жанрдағы кітап, сізге не қызық болды ол кітапта, қандай қорытынды алдыңыз деген секілді сондай бір сұрақтар болуы мүмкін. Сіз өзіңіз айтып бересіз ол туралы. 2-3 минуттай сөйлейсіз, өзіңіздің тақырыбыңызды аша алуыңыз керек. Осы жерде сіздің грамматикаңызға, сіздің сөйлеу мәнеріңізге, pronunciation, яғни произношениеңізға, осыларға қатты мән береді. Және үшінші бөлім ол экзаменатордың өзінің сұрақтары. Көбінесе екінші бөлімнен кейін, сол үшінші бөлімде екінші бөлімнің сұрақтарын жалғастыру, тереңірек сұрақ қою арқылы жүзеге асырылады. Мысалы, ана жақта қандай кітап оқыдыңыз деген болса, сіз негізінен соңғы күндері өзіңізді көп кітап оқитын адамға жатқызасыз ба деген секілді сондай бір сұрақтар болуы мүмкін. Немесе егер де екінші бөлімде жақсы айтып кеткен болсаңыз, үшінші бөлімде тағы қосымша басқа да сұрақтар қойылуы мүмкін. Көбірек әртүрлі тақырыптарда сөйлеп үйрену керек. Себебі бұл жерде сізден жан-жақтылығыңызды байқайды. Яғни сіз балмұздақ түрінен жақсы разбираться етесіз бе, ойындардан, indoor, outdoor games, яғни залдың ішінде ойнайтын ойындар, сыртта, яғни баскетбол деген секілді ашық аспанда ойнайтын ойындар. Немесе сіздерге бір жануарлар туралы сұрақ қою мүмкін. Сондай сияқты жағдайларға дайын болу керек. Әрдайым әртүрлі сөздік қорларыңыз көп болу керек және сөйлеген кезде нақты жауаптарды айту керек. Және сасқалақтамай, дірілдемей, экзаменатордан қорықпай сөйлеу керек. Яғни нақты, сенімді түрде. Сонымен қатар speaking партта мен байқауымша, яғни мен 7 жыл бұрын тапсырған кезімде IELTS-ты мектепті аяқтағаннан кейін, ол кезде 6,5 алғанмын. Бірақтан ол кезде мектеп деңгейінде болғандықтан ба, менің сөйлеу кругозорым азырақ еді. Қазір енді университет барысында көп нәрсе оқығандықтан ба, бір жаңа заттарды айта алатындай дәрежеде болдым. Маған сондықтан бір спикинг осы жолы оңай болды. Яғни 7-тен 0 алдым спикингнен, өте қызықты өтті негізінен. Ол жерде сіздің сонымен қатар сөйлеп адамның, яғни вниманиясын ала алатындай, назарын аударта алатындай адам болуыңыз керек. Себебі сол нәрсені де сізден бағалайды. Сіз ол спикерға ұнап қалсаңыз, мысалы экзаменаторға ұнап қалсаңыз, ол әрине сізге жоғары балды қояды. Сондықтан да өзіңізге сенімді болып жауап беруіңіз керек. Ал енді спикингді қалай дамытамыз деген сұрақ. Яғни бірінші нәрсе ол, егер де сіздің қалаңызда бар болатын болса, English клубтарға жазылыңыздар. English speaking клубтарда, яғни көп адамдар бір-бірімен сөйлеседі, әртүрлі деңгейде болуы мүмкін. Және сонымен қатар кейбір English speaking клубтарда шетелдік адамдарды да шақыру мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде қатыссаңыз болады. Оның тегін түрлері де болады негізінен. Көбінесе американдық speaking клубтарда тегін өтетін еді. Күнделікті өзіңізбен сөйлесіңіз. Жолда кетіп бара жатсыз, үйге қайтып бара жатқанда, сабаққа бара жатқан кезде, кез келген жерде өзіңізге өзіңіз сөйлей беріңіз. Яғни менің күнім осылай өтті деген секілді өзіңізге өзіңіз сөйлей берсеңіз де болады. Егер де диалог құратын адам болмайды деген секілді болсаңыз, немесе өзіңізді осылай видеоға жазсаңыз да болады. Әртүрлі методтармен жасауға болады. Және ең мықты көмектесетіндердің бірі ол shadowing деген. Shadowing деген біреудің сөйлегенін қайталау. Мысалы, ток-шоуды қосып қойдыңыз делік. Ол жақта британдық акцент болуы мүмкін. Сол британдық акцентті сөйлеп жатқан адамның артынан тура солай қайталап отырыңыз. Немесе фильм көріп отырсыз. Фильм көріп отырған кезде актерлардың қалай сөйлейді, сол бойынша
яғни произношениясында барлығын солай тура сол актер сияқты сөйлеуге тырысыңыз. Осылайша сіз өзіңіздің pronunciation, яғни произношенияңызды жақсартасыз. Сөйлеу мәнеріңіз де жақсарады. Бастысы сөйлеуге қорықпау керек. Қандай қате жіберіп қоямын, немесе сөйлей алмай қалдым, акцентім шығып кетті, немесе мен білмеймін деген секілді болса, түкте қысылмау керек, себебі ол нәрсе сізге керек. Және қысылып жүре беретін болсаңыз, онда спикингнің де дәрежесі төмен болады. Сондықтан әрдайым ізденісте болыңыз, әрдайым сөйлей беріңіз, адамдармен, қоршаған ортамен, нетворкинг болсын. Кез келген жерде өзіңіздің, мысалы, егер де IELTS-қа дайындалып жүрсеңіз, мен IELTS-қа дайындалып жүрмін деген секілді айтып, басқа адамдармен де сөйлессеңіз болады. Негізі Telegram канал болсын, немесе басқа да интернеттен іздеп көрсеңіздер, ол жақта да сіз сияқты IELTS-қа дайындалып жүретін түкпір-түкпірінде басқа шетелдерде адамдар бар. Сол студенттермен, сол адамдармен, яғни бірге дайындалсаңыздар да болады. Мысалы, Fast Track IELTS-тың өзінің Telegram каналы бар. Сол Telegram каналында чаттар да жазып отырады. Осы айдың емтиханның сұрақтары осындай болды деген секілді. Сол жерде адамдар өздерінің ойларымен бөліседі. Мысалы, біраз жоғары деңгейде болуы мүмкін, немесе керісінше төмен деңгейде, маған көмек керек, мен осындай деңгейдегі адамды іздеймін деген секілді солай жазып отырады. Сол жерде бірден бір-біріңізбен сөйлесіп, практис жасасаңыздар да болады. Speaking партты солай дамытуға мүмкіндік бар. Егер де ақпараттар пайдалы болса, каналға жазылып кетуді ұмытпаймыз, және басқа өздеріңіздің ағылшын тілін ізденіп жүрген достарыңызға бөлісіп қойсаңыздар болады. Егер де IELTS-қа дайындалып жүрген болсаңыздар, сіздерге сәттілік. Ары қарай да осы каналда көптеген студенттерге, медицина студенттері болсын, басқа да студенттерге өте пайдалы информациялармен бөлісіп отырамын. Сондықтан да жазылуды ұмытпаймыз, басқа достарымызбен бөлісуді ұмытпаймыз. Және комментарийда егер сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. IELTS-қа тіркелу үшін British Council'дың өзінің жеке парақшасына кіреміз. Бұл сайтта бізде, яғни 77.000 теңге тұрады. Бұл жақта Academic немесе General Training екеуінің біреусін таңдауға болады. Екеуде 77.000 теңге. Book Now-ды басамыз, IELTS Academic дегенді таңдаймыз. Қазақстан және сіз қай қаладасыз? Мысалы, қазір Астанада. Енді қай түрін таңдайсыз? IELTS on paper, яғни paper-based, IELTS on computer, яғни егер де paperді бассаңыз, онда сіздің жауабыңыз 13 күнде шығады. Ал компьютер түріндегі болса, онда 3-5 күн аралығында шығады. Енді кезекте қай уақытты таңдайсыз деген секілді. Кез келген бір датаны таңдайсыздар, және оған байланысты тесттің уақытын іздейсіздер. Мына жақта бизнес-центр астаналық дейді. Сол жерде 17 сентябрь күні сағат 9-дан 11:45-ке дейін listening, reading, writing компьютерде өтеді, және speaking face-to-face, яғни кәдімгі экзаменатормен бірге өтетін. Ол 15:00 мен 15:20 аралығында. Осы жерде, мысалы, book for 77,000 теңге. Осыны таңдаймыз, мысалы, ары қарай детальдарды толтырамыз. Осы аккаунт бойынша детальдарды толтырасыздар, содан кейін соңында сізге төлем шығады, төлеп ары қарай тестті тапсыруға болады. Мен өзім результаттарымды айтуды ұмытып кеткен екем, осы экранда көрсетейін. Негізінен writing task'ты менде 6,5 болғаны кішкене мен келіспейтіндей болды. Бірақтан апелляцияға беруге болатын еді, бірақ мен бермедім. Сондықтан өздеріңіз апелляцияға беріп, солай мен жасаған қателікті жасамаңыздар.